Қайырлы таң, балалар. Ана тілі сабағымызды бастаймыз. 68-ші сабақ бас әріптен басталып жазылатын сөздер. Балалар, адамның аты, жөні бас әріптен бастап жазылады. Мысалы, Досан, Әсем, Нұржанұлы. Ал жер су аттары бас әріптен басталып жазылады. Мәселен, Алатау, Тараз, Жетісу, Семей, Іле, Астана, Қарағанды. Ал балалар, үй хайуанаттары мен жануарларына қойылған аттар бас әріппен басталып жазылады. Мысалы, Ақтөс, Мойнақ, Байшұбар, тағы басқа солай. Олай болса балалар, 93-ші бетті ашамыз. Сәбит Дүйсенбиевтің қақпашы мәтінін түсініп оқимыз. Қақпашы. Ауыл сыртындағы алаңда балалар күнде футбол ойнайды. Ойын басталарда қақпашы сайланады. Алайда балалардың көбі қақпашы болғысы келмейді. Бір күні футболдан жарыс өтеді деген хабар келді. Оған жақсы ойыншыларды таңдай бастады. Жарысқа тек Ерікті ғана қабылдады. Ерік сол жарыста ең үздік қақпашы атанды. Балалар әлі де футбол ойнап жүр. Енді балалардың қай-қайсы да қақпашы болуға құштар. Балалар, мына сұрақтарға жауап берейікші. Балалар неге қақпашы болғысы келмеді? Қалай ойлайсыңдар? Ал футбол жарысына кімді таңдады? Жарыста кім үздік қақпашы атанды? Не балалар, осы сұрақтарға жауап береміз. Олай болса, екінші жаттығуды дәптерімізге орындаймыз. Орын ауыстырылып берілген сөздерден сөйлем құрап жазамыз. Адамның атын тауып, астын сызамыз. Доп ойнады балалар. Бұл қалай жазылады балалар? Әрине, балалар доп ойнады. Қақпашы болды Мұрат. Әрине, Мұрат қақпашы болды. Деп орын ауыстырылып берілген сөздерде сөйлем құрап жазамыз. Балалар, бұл жерде адамның аты қайсысы бұл деп ойлайсыңдар? Әрине, Мұрат. Демек, Мұрат деген сөздің астын сызатын боламыз. Үшінші жаттығу. Әр доптың сипатын білдіретін сөздерді тап. Яғни бұл жерде не берілген балалар? Әр түрлі доптар берілген. Енді осы доптардың сипатын білдіретін сөздерді табамыз. Міне балалар, қарасаңыздар, бұл жерде ең үлкен доп. Одан кейін қарала доп деп жазсақ болады. Және бізде қызғылт сары доп, көк сары доп деп осылай тауып жазсақ болады. Балалар, бұл жаттығулардың барлығын дәптерімізге орындаймыз. Не осымен балалар, сабағымыз аяқталады.